Сөмкемізді тоқуға қажетті заттар: міндетті түрде қайшы, номері 6 ілгек, осындай замок қажет болады, ашылады. Тағылатын бөлігінде осындай жіпке кіріп тұратын жерлері бар. Сонымен қатар осындай 2 карабин, кольцо, осындай бір жағы ашылатын. Темір бау, міндетті түрде тағылатын жері болу керек. 2 моток жіп. Ең алдымен осындай 2 дөңгелек форма тоқып аламыз. Бұл форманың көлемі, мінекей галочкалардың саны 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар. Тура осылай 6 қатардан 2 дөңгелек форма тоқып аламыз. Біріншісін қиып тастаймыз, мына жерден қиып байлап аралығынан жіпті өткіземіз, мінекей мынандай қылып. Ал екіншісінде жібін қимаймыз, мінекей жіп. Бұл жіппен дәл тоқып кететін боламыз қазір әрі қарай. Сондықтан осылай бекітпе, мына жерге қатарларды бір-біріне жалғап тоқылғаннан кейін осы бөліктен, міне жалғанған бөліктен ілгекті өткіземіз. Негізгі жіпті тартып алып шығарамыз да. Осындай бір қатар қалыптасты бізде. Енді әрі қарай тура осы жерден 15 қатар іліп алып шынжыр жасаймыз. Мынау бізде уже есептелінеді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тура осы жерде бізге маркер қажет болады. Ол маркермен, неке мына жерде бізде қатардың аяқталған тұсы, осы жерден жоғары қарай өздеріңіз қалаған, мысалы үшін сөмкеңіздің жоғарғы жағынан қанша жер қалғанын қалайсыз, сонша санап аласыз. Мен барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Маған осындай 9 галочкалық көлемдегі жердің қалғаны жеткілікті. Сондықтан мен осылай белгілеп аламын осы жоғарғы бөлігін. Мына жақтан да тура осылай белгі қалдырамын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Неке. Мына жерге дейін белгілеп қалдырамын. Мінекей 15 рет ілмек іліп алғаннан кейін осы сөмкеміздің дөңгелек формаларын бір-біріне теріс беттерін түйістіреміз. Және де бұл бергі беті енді арғы бетіндегі маркер белгіленген тұстан ілгекті оң бетінен кіргіземіз. Мінекей оң бетінен жаңағы маркермен белгілеген жерімізден ілгекті кіргізіп, негізгі жібімізді іліп алып шығарамыз, және де оны ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Және тағы бір рет осылай іліп алып, екінші қатарымызды тоқып бастайтын боламыз. Яғни бұл бізде сөмкеміздің жаны болады. Осы жерден бастап былай қарай біз қазір мына аралыққа дейін тоқитын боламыз. Енді екінші қатар бізде қалай болады? Мінекей, мына шынжырды артқы бөлігіндегі мына түйіннен 2 рет, және де мына жақтан 2 рет ортасынан 11 қатарды басқаша тоқитын боламыз. Енді қараңыздар, алғашқы 2 ретін мына біріншісі бізде. Мұқият қараңыздар, міне былайнан қарағандағы мына галочкамыз ғой біздің. Осының артындағы түйіннен мынадан ілгекті кіргіземіз. Негізгі жіпті іліп аламыз да, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Біріншісі, екіншісінде тура солай жасаймыз. Іліп алдық. Негізгі жіптің бойынан өткіздік, ілгектің бойындағы жіптен өткіздік. Енді әрі қарай кәдімгі қарапайым тоқып жүргеніміз секілді 11 рет тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Және де соңғы 11. Енді мына соңғы 2 бөлікті манағыдай ілгектің бойындағы жіптен өткізіп тоқимыз. 1, мына жерден, 2. Мінекей соңғы 2 бөлігін ілгектің бойындағы жіптен өткізіп алып тоқыдық. Енді екінші қатарды тоқу үшін осы тұстан, мінекей мына аралықтан ілгекті кіргізіп, ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз негізгі жіпті, және де бір қатар осылай қосымша көтеріп аламыз. Енді
келесін қалай тоқимыз? Тура осылай әр қатарды бірінші қатарымызды қалай тоқсақ, солай қайталап тоқимыз. Алғашқы екеуін ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. 1, 2. Ілгектің бойындағы жіптен өткіздік. Енді әрі қарай 11 қатарды мына секілді тоқимыз. 1. Мына осы аралықтан өткіземіз. 2. 3. Әрі қарай 2 қатарды ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, мына галочка өте кішкене болып кеткен. Даже жоқ сияқты болып көрінуі мүмкін. Жоқ, бірақ біз оны осы жерден алып білеміз. Осы галочкадан алып ілуіміз қажет. Мінекей осы тұстан кіргіздім. Осы тұстан кіргіздім. Іліп алып, негізгі жіптің бойындағы жіптен өткіздім. Және де бір қатар қосымша көтеріп аламын. Әрі қарай, мінекей, осылай қаратып отырып, бастапқы екеуін және де соңғы екеуін ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Қалған 11-ін мыналар секілді тоқимыз. Осылайша барлық қатарын тоқып, мына аралыққа келеміз. Мінекей, мен сөмкемнің соңғы бөлігіне келдім. Мынау бізде екінші жағындағы маркер белгіленген, осы тұстан аяқталып тұр менде. Сіздер де менімен бірдей тоқыған болсаңыздар, осы тұстан аяқталады. Енді бұны қалай бітіреміз? Мына жерде маркер алып тастасақ болады. Соны көрсетейін сіздерге. Жібімізді бергі бетке өткізіп алдық. Мына тұстан ілгекті кіргізіп, негізгі жібімізді тартып шығарамыз. Қажетті мөлшерде байлайтындай ғана көлемде жіпті қалдырып қиып аламыз. Мінекей, осылай шығарамыз. Мына жердегі галочка менде өте үлкенірек болып кетті, сондықтан артқы жағынан тартамын сәл. Мінекей, артқы жағынан сәл тарттым. Осылай кішірейді. Енді оны сол шыққан тұсынан қайтадан кіргіземін. Ішкі бетіне, мына жақтағы бөліктеріне кіргіземін да, қазір мына жерден бір түйін түйіп байлаймын. Сосын тоқылған бөліктердің арасынан ілгектің көмегімен өткізіп жіберемін. Сол кезде білінбей қалады. Мінекей, бір түйінімді түйіп алайын. Мына қалған жіптің барлығын өткізуіне обязательно шамалы сөгіліп кетпейтіндей болса, болды. Шығып кетпейтіндей болса. Осы аралықтардан 2-3 жерден өткіземін. Осы жеткілікті. Қалған жіпті қиып тастаймын. Енді осы сөмкемізге бетін жауып тұратын осындай бөлігін тоқитын боламыз. Ол үшін негізгі жібімізді алып, бір түйін түйеміз да, сол түйілген жерінен ілгекті кіргізіп, іліп ала отырып, 10 рет тоқып көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Неге 10 рет осылай тоқып алдық. Енді оны осы өлшеп көрейік сөмкемізге. Мынау артқы жағынан алдына қарай осындай болады. Енді біз бұны жартылай оваль формасында тоқитын боламыз. Бұл жартылай оваль формасы рюкзакқа және де осындай беті жабылатын сөмкелерге арналған. Ең алдымен бір ілгекті іліп аламыз. Мына астыңғы жағындағы емес, екінші тұрған былайынан қарағанда галочканың ортасынан ілгекті кіргіземіз. Осылай тоқып отырып, мына жерге дейін келеміз. Мінекей тоқып алдық. Енді мынау соңғы бір бөлігі қалды. Осы тұстан біз 3 рет іліп алып шығарамыз. 1. Мына жердегі түйінді шешіп, тоқу барысында осы жіпті аралығына кіргізіп жүріп тоқсақ болады. Бұл түйінді қорықпай шеше беріңіздер, себебі сөгіліп кетпейді ешқандай да.
Енді осы жерден бірінші галочкамызды шығардық мынаны. Енді тағы да 2 рет. Дәл осы жерден тоқитын боламыз. Міне екіншісі, енді үшіншісі. Біз неге бұл жерден 3 алдық? Себебі мына неміз біздің жартылай оваль формамыз былайынан дөңгелек болып қайырылуы үшін. Енді әрі қарай мына қатарды қалай тоқсақ, дәл солай тоқып кете береміз. Мына жіпті тоқу барысында аралықтардан кіргізіп жібереміз. Енді осы тұстан кіргіземіз. Мына жерден кіргіземіз. Әрі қарай 9 рет тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей 9-шы мына жерге кіреді. Ал енді келесісін осы жерден 1 рет іліп аламыз былайынан. Кері қарай айналдырамыз. Мына аралықтардан, мінекей, артқы жағынан қарағанда мына аралықтар ашық тұрады. Осы жерлерден ілгекті кіргіземіз, ал жоғарғы жағынан қарағандағы мынандай галочкалардан ілгекті өткіземіз былайынан. Тағы да 9 рет тоқып аламыз. Мына жерге дейін 9 рет тоқып аламыз. Мінекей 9 рет тоқып алдық. Енді бұл жерде біз жаңа бір жерден 3 шығардық, я? Енді әрі қарай дәл осылай оваль болуы үшін ол бізде 3 тарлық етеді. Сондықтан осы 3 шыққан жердің әр қайсысынан 2 галочкадан шығарамыз. Мінекей, мына жерден кіргіземіз. 1, қайтадан сол жерден кіргіземіз. 2, мына тұстан кіргіземіз. 1, қайтадан сол жерден 2, екінші 1, қайтадан осы жерден 2. Мінекей, сол кезде біздің оваль формамыз қайтадан былай дөңес болып бұрылды. Енді әрі қарай тағы да 9 қатардан аралыққа дейін тоқимыз. Мінекей, бұл бізде 9-шысы. Мына жерден кіреді. 9-шы рет тоқып жатырмын мен бұны. Енді келесі қатарды тоқу үшін мынағыдай 1 рет іліп аламын, теріс айналдырамын, мына тұстан кіргіземін. Тағы да мына жаққа қарай 9 рет тоқимын. Мінекей 9 рет тоқыдым. Енді қайтадан дөңес болып айналуы үшін мына аралықтан 2 галочка шығарамын. 1, 2. Келесісін жай ғана 1 галочка аламын. 1. Одан кейін қайтадан осы тұстан 2 галочка шығарамын. 1-ге. Одан кейін жеке 1 галочка шығарамын. Тура осылай біз 3 рет қайталаймыз, я? Енді мына тұс 2 рет. 1, 2, 1-ге. Келесісін жеке 1 галочка қылып аламын. Мінекей біз 3 рет қайталадық, я? 2 галочка, бөлек 1 галочка, 2 галочка, бөлек 1 галочка, 2 галочка, бөлек 1 галочка. Әрі қарай қайтадан 9-ын тоқимын. Қайтадан айналып келіп мына жақтан қараған кезде, ол кезде бізде мына тұстан 2 галочка 1-ге шығады, бөлек-бөлек 2 галочка шығады. Мына жерден 1-ге 2 галочка, бөлек-бөлек 2 галочка шығады. Осылайша 3 рет қайталаймыз. Одан кейінгі қатарда 9 рет тоқып алғаннан кейін мына жерден 2 галочканы 1-ге шығарамыз да, бөлек-бөлек 1, 2, 3 шығарамыз. Солай қатар үлкейген сайын мына жақтағы бөлек тоқитын галочкаларыңыздың саны 4, 5 деп үлкейіп кете беретін болады. Мына тұстан былай қарай 9 рет қайтып айналып, былай қарай 9 рет тоқып келемін. Мінекей, айналып келіп 9-ын тоқыдым. Енді алғашқысын 9 қатардан кейінгі 10-шы қатардан міндетті түрде 2 галочка шығарамыз. Және де жеке 1, жеке 2-ші галочканы тоқимын. Қайтадан бір жерден 2 галочка шығарамын. 1, 2. Және де жекелей 1, жеке 2. Үшінші рет 1, 2 галочка тоқыдым.
және де жекелей бір, жекелей екінші галочканы тоқыдым. Әрі қарай 9 рет тоқимын. Қатарды кері айналдырып, қайтадан 9 рет тоқып, мына жерге келемін. Сол кезде әрі қарай қалай тоқылатынын көрсетемін. 9 қатарды тоқып алдым. Алғашқы бөліктен бірге 1, 2 галочка шығарамын. Енді жеке-жеке 3 галочка тоқимын. 1, 2, 3. Қайтадан бірге 2 галочка тоқимын. 1, 2. Жеке-жеке 3 галочка тоқимын. Жеке 1, жеке 2, жеке 3. Қайтадан бірге 2 галочка тоқимын. 1, 2. Енді жеке 1, жеке 2, жеке 3. Қатардың соңына дейін 9 рет, қайтып айналып, бері қарай 9 рет тоқимын. 2 тоқып келдім. Енді бірге 2 галочка, 1, 2. Жеке-жеке 4 галочка тоқимын. 1, 2, 3, 4. Енді қайтадан бірге 2 галочка, 1, 2. Жекелей 4 галочка. Жеке 1, жеке 2, жеке 3, жеке 4. Қайтадан бірге 2 галочка, 1, 2. Енді жекелей 4 галочка. Жеке 1, жеке 2, жеке 3, жеке 4. Әрі қарай 9 рет тоқимын. 1 галочканы көтеріп аламын да, айналдырып, қайтадан 9 тоқимын. Ол кезде алғашқысын 2 рет аламын да, жекелей 5 рет тоқимын. Келесі қатарда алғашқы екеуін көтеріп аламын да, жекелей 6 рет тоқимын. Одан кейінгі қатарда біріншінде 2 галочка көтеремін да, жекелей 7 рет тоқимын. Солай мына оваль формасы бұлайынан үлкейіп кете беретін болады. Мінекей, мен барлығы 8 қатар тоқып алдым. Ол 8 қатарды қалай санаймыз деп кейбір қыздар түсінбей жатады. Сондықтан түсіндіріп өтейін. Мінекей, қақ ортасы бізде. Мынау бізде қақ ортасы. Содан бастап есептейміз. Мінекей, мына ашық тұрған жер бізде ортасы. Әрі қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар тоқылды. Енді 8 қатарымда менде мына жерден 9 тоқылғаннан кейін, әрбір 2 галочкадан кейін жекелей 1, 2, 3, 4, 5, 6 рет тоқыдым. Қайтадан 2 галочка, жекелей 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қайтадан 2 галочка, жекелей 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді әрі қарай 9 рет тоқыдым. Енді бұл жартылай оваль формасының мына артқы жағы осындай кедір бүдір болып тұрмас үшін біз қазір крючоктың көмегімен әдемілеп тоқитын боламыз. Мінекей, мынау бізде 9-шы галочка шығып тұр. Тура сол тұстан қайтадан ілгекті кіргізіп, тағы бір галочка шығарамыз. Енді әрі қарай мына бөліктерден әр қайсысынан кіргізе отырып бір галочкадан алып тоқимыз. Мына аралыққа кіргіземін. Мінекей. Енді келесі бөлікке кіргіземін. Яғни бұл бізде әр қатар, мына жерден қақ ортасы деп бағана түсіндірдім ғой. Енді былай қарай 8 қатар болса, біз демек 8 рет тоқуымыз керекпіз. Былай қарай 8 рет, былай қарай 8 рет, сонда 16 рет тоқуымыз қажетпіз. Мінекей, қақ ортасына келдік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді әрі қарай тағы да 8 рет тоқимыз.
8-ші рет тоқыдық. Енді осы тұста мінекей біздің оваль формамыз. Осы оваль формасын 2 рет айналып өтетіндей етіп, жібімізді өлшейміз да қиып аламыз. 1, мінекей 2 рет айналдырып, осы тұсқа алып келіп, өлшеп қиып аламыз. Енді бұл жерде қалай қатарды бір-біріне бекітеміз. Мінекей мына жақтан былай қарай бұрылған кезде, мына бірінші галочкадан ілгегімізді кіргізіп, негізгі жібімізді тартып алып шығарамыз. Негізгі жібімізді тартып алып шығардық. Міне осылай. Енді артқы бөлігінен қайтадан сол шыққан тұсына кіргіземіз. Ол үшін мына түйіннен және де мына галочкадан ілгекті өткіземіз. Негізгі жібімізді қайтадан өзінің шыққан жеріне тартып алып шығарамыз. Мінекей сол кезде қатарлар бір-біріне әдемі болып жалғанды. Мейлі осындай қолдан тоқылған жартылай оваль формасы болмасын, дайын кожаный осындай оваль формаларын сөмкемізге қалай тігеміз. Бізде дайын кожаный сөмкенің осындай жартылай оваль формасының мынандай жерінде мынандай домалақ тесіктері тұрады, ілгек кіретіндей. Сол сияқты мынаны біз қолдан тоқып алдық. Енді оны сөмкемізге қалай бекітеміз? Жақсылап өлшеп аламыз. Сөмкенің артқы бөлігі және алдыңғы бөлігі деген болады. Мен мына жағын алды болғанын қаладым, сондықтан мынау артты. Енді былайынан өлшейміз. Сөмкемізді өлшеп, мына жерде менде ішкі бөлігінде мынау жібім мына жерде таусылды, осылай байладым. Енді мына артық тұрған жіптерді қазір мен тоқылған бөліктердің арасына өткізіп жіберетін боламын. Осылайынан өлшеп аламыз. Алды примерно қалай тұрады. Мына жерге қазір замок тағылатын болады, сондықтан осы жерден өлшеп, мінекей жақсылап ұстап тұрып, артқы бөлігі примерно осы жерге келеді екен. Яғни ол мына жерден санағанда. Енді қараңыздар, 1, 2, 3 қатар. Мына жақтан да тура солай 3 қатар өлшейміз. Былайынан қоямыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Сонда мына аралықтардан келіп тоқылайын деп тұр біздікі. Осы трикотаж жібіне арналған иненің көмегімен тігіп жіберсеңіздер, немесе осы ілгекпен іліп отырып мен секілді тоқсаңыздар да болады. Мұқият есептеп алыңыздар сіздерде. Мына жақтан 1, 2, 3 қалды, 1, 2, 3 қалды, және де мына жерден 1, 2, 3 мына арадан бастаймыз, 1, 2, 3 мына жерден аяқтаймыз деген секілді. Енді осы тұстан ішкі бетінен ілгекті кіргізіп, мінекей мына жерден шығарамыз. Ілгекті шығарып, жаңағы оваль формасына артық қалдырған жібімізді тартып кіргізіп аламыз. Тартып кіргізіп алдық. Енді ол сол беттен ішкі бетте тұрады. Ілгекті мына жерде қарасаңыздар, міне біздің галочкаларымыз мыналар. Осы галочканың ортасынан ілгекті кіргізіп алып отырып, ана ішкі беттегі жіпті шығарып алып, бекітпе тігісі секілді тігеміз. Ал сіздерде егер кожаный сумканың осындай жабатыны болса, сіздер мынандай емес, ол демек мынандай домалақ бөліктер, ілгек кіретін домалақ бөліктеріне кіргізесіздер ілгектеріңізді. Осылай кіргізіп, мына тұсқа сәйкестендіресіздер. Мінекей жіп шығып тұр. Енді екінші бөлік соның қасындағы тұс. Көріп тұрсыздар ғой? Сол тұсқа кіргіземіз. Мына жақта артқы жіпті тартып отырыңыздар, мынандай болып қалып қоймасын. Кейін жабатын кезде бұл бізге сүйкімсіз болып көрініп қалады, сондықтан барынша тартып отырып тігуге тырысыңыздар. Ілгегімізді мінекей ішкі бетінен жіп шығып тұр. Былайынан іліп алып, тартып шығарамыз. Осы бөліктен қайтадан шығарып аламыз. Мына жіп осы жерде тұрады ілгектің бойында. Енді екінші галочкадан кіргіземіз. Астыңғы бөлігіндегі мына келесі бөлікке кіргізіп, негізгі жіпті іліп алып шығарамыз да, осы ілгектің бойындағы жіптен өткіземіз. Мінекей. Қайтадан мына бөлікке кіргіземіз. Мына жерге кіргіземіз. Іліп алып шығарып, ілгектің бойындағы жіптен шығарамыз. Тура осылай қатарды сақтай отырып, міне мына жерден шықты ма, енді ол қайтадан мына жаққа қарай барады деген сөз. Мінекей. 1, 2, 3. Мына жер, 1, 2, 3 мына жер. Сонда төменгі жақтан мына галочка, 1, 2, 3 төменгі жақтан мына галочкаға сәйкес келуі керек. Осы аралықты ұстап отырып тігеміз. Сөмкенің жабатын бөлігінің ортасы
қай жерге сәйкес келсе, мына орта бөлігі осы жерге сәйкес келу керек тура. Былай қарай жылжып немесе былай қарай кетіп қалмасын, қадағалаңыздар. Кебін ортасына келдік. Мына тұстан да ортасы мына жер. Осыраға кіргіземіз. Көрдіңіздер ғой? Біз жартысын осылай тоқыдық. Енді қалған бөлігінде дәл солай мына жерге сәйкестендіріп тоқып аламыз. Мінекей соңғы бөлігіне келіп жеттік. Мына тұстан мінекей мынау қайрылған жері ғой. Осы жерден тағы бір рет аламыз. Тура осы жерге кіргіземіз. Негізгі жіпті тартып алып шығарамыз. Тартыңқыраймыз. Және де осы тұстан ішкі бетінен ілгекті қайттан шығарамыз да. Мына жерден ілгекті шығардық. Негізгі жіпті артқы бөлігіне кіргізіп аламыз. Тартып. Ішкі бөлігіне кіргізіп аламыз. Мінекей бізде теңдей болып тігілді. Енді сөмкенің ішкі бетінен шығып тұрған жібімізді осы аралыққа ілгектің көмегімен байлап, тоқылған бөліктің арасына өткізіп тастаймыз. Сөмкемізге замогын орнатамыз. Ол үшін мінекей қараңыздар, бұл сөмкені былайынан бір-біріне жақындастырып барып былай жасамаңыздар. Себебі сіздер бұның ішіне зат саласыздар, сол кезде бұл көлемін үлкейтеді. Сондықтан мынау сәл ғана бетін былай емес, объемный болып тұруы қажет. Көтеріңкі, сәл көтеріңкі етіп қойсаңыздар жеткілікті. Осылай қақ ортасын тауып аламыз, және де осы замогымызды ашамыз. Мінекей, мына жерден андай кертіктері тұр, оны кішкене мына жақтан былай қарай ашыңқырап, мына аралыққа кіргізіп, қысып тастаймыз. Мінекей байқасаңыздар, біздің замоктың астыңғы бөлігі мына темірі қысқа болғандықтан артқы бетіне даже шықпай қалды. Қайырып орналастыра алмай қалдық. Сондықтан осы мына шығып тұрған темірге 4 жіп қиып аламыз. Оны мына аралықтарға былай қоямыз, жабамыз. Мінекей жабамыз осылайынан. Артында осындай 4 темір емес 3 темір болатын замоктар да болады. Оларға да дәл осы тәсілді қолдансаңыздар болады. Мықтап жаптық. 4-ші жібімізді орналастырамыз. Оны да осылай жабамыз. Ал енді осы шығыңқы жіптерді мына сөмкеміздің қақ ортасын есептеп алып, ілгектің көмегімен арғы бетке өткізіп байлайтын боламыз. Қақ ортасы бізде мына жер. Енді ескертемін, былайынан 2 жіп шығып тұр. Осы 2 жіпті бірден бір жерге кіргізбейміз. Біреуін мына жерге кіргізсек, екіншісін мына жерден кіргізіп алып тартатын боламыз. Бір жерден кіргізетін болсақ, мынау бізде шығып кеткен жағдайда мына аралықтан артқы жағынан байлануы үшін 2 жерден шығаруымыз қажет.
сөмкемізге осындай ручка тағатын боламыз. Бұл ручканың тоқылуы менің YouTube арнамда бар. Мен барлығы осыны тоқу үшін 20 рет іліп алдым. Сосын 5 қатар тоқып бір-біріне біріктірдім. Енді осы дайын ручкаға мына кольцо карабинімізді ашып тағатын боламыз. Осындай тоқылған бөліктердің арасына өткіземіз. Осылай бірінші ручкадан өткізіп алдық. Енді оны сөмкеміздің мына бетіне орналастыратын боламыз. Міндетті түрде екі жағы тең болуы қажет, бірдей жерге тағылуы қажет.